Жаңаята ұрпақтары қатарында елге елеулі, кейінгіге өнегелі өмірмен үлгі болған тұлғалардың бірі Әбілқас Көбелекұлы 1879-1971 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол жаңайдан ырыспай, ырыспайдан сағындық, сағындықтан ізбас, ізбастың Көбелек деген баласынан тарайды. Әбілқас атамыз шебер адам болған, ағаш, металл, сүйек материалдарын пайдаланып, ер жасап, етік тігіп, түрлі тұрмысқа пайдаланар құралдар жасаған. Нұрмағамбет деген матай бар, Тайшаның қызы Ақкүн деген апамыз sorған, ол жылқышет. Ертеде біз бала күнімізде сол қолымыз босағанда жазда оқуға барғаннан кейін содан жездемізден таймын етіп, тайын жоғастып береді дедік. Бір қыстың сапарында ол уақытта материал болмаған. Сол бір жылқыны суарып тұрғанда жалаң аяқ айкелдің басында тұрған екен. Жаңағы жездеміз. Соның тұсына тап болған суға. Ой-бой, Нұрмағамбет ай, мынау болмаған екен деп, содан жылқы суарып тұрғанда тап болып, жалаң аяқ тұрған екен дейді. Суға, астығы су құярда жылы су екі бастан нететте, аяққа жылу беретте, қауғаны қайта құдық түбіне салғанда, ана айкелдің басындағы тиген су қатып, жаңағы мына сандарына, балтырына аяғын нетіп тұрады екен, басып тұрады екен. Сонан аяқ кетіп, соның үйіне барып, жаңағы азғантай жаңағы қарақұлықта қарақұлықтың терісін пайдаланады. Илейді, сол қарақұлықтың терісінен жаңағы шоқайтып берген екен дейді. Өлген күніне дейін айтып жүрген, сөйтіп, сонда кәдімгі байпақ кигендей болдым деп айтып отыратын еді. Бала кезінен ақ 5 уақыт намаз оқыған Әбілқас атамыздың пайдаланған жәдігерлері аса таяқ, дәннен құралған тәспі, күміс піскек және де бөркі Әбілқас атамыздың Қаржаубай, Бектұрған, Қостұрған, Нұрмұхан деген 4 баласының бірі Бектұрған атамыздың шаңырағында сақталса, жасаған ері Қостұрған деген баласының үйінде сақталған. Әбілқас атамыздың сүйек аралас жасаған ерлерінің бірі Форт Шевченко жерінде тұратын Жаңайдың шомағынан тарайтын. Молдабек әкеміздің баласы Хамит ағамыздың шаңырағында күні бүгінге дейін ілеулі тұр. Бұл ердің бір ерекшелігі бұғының мүйізінен өрнектеліп жасалған. Молдабек әкеміз бұғы мүйізін түлейтін мерзімде Әбілқас атамыздың айтуымен Алматының Алатауынан алып келген екен. Алып келінген мүйіздің бірінен Молдабек әкемізге ер жасалса, енді бірінен Молдабек әкеміздің тумаласы Сүйіндік әкемізге жасалған. Бір ерекшелігі Сүйіндік әкеміздің Жаңабай деген баласының өмірге келгенінің құрметіне жасатқан екен. Бұл ердің шебері Ырыспай Жаңай Әбілқас деген әкеміз. Бұл өрді 1955 жылы мен туғанда әкем Сүйіндік бұл Әбілқас әкемізге тапсырып құрылыс жасаған екен. Биыл бұл ергенде 65 жылдай болып тұр. Енді ер бұғының мүйізін осындай ойлап, мына үстіне астына барлығы бұлардан сондай жасалған. Сол уақытта қалай жасалды? Еш жерін өзгерткен жоқпыз, солаймен осылай сақталып келатыр. Үш бұғының мүйізінен шықты осы екі ер. Жаңабай ағамыз өзімен ғұмырлас ерді әлі күнге дейін бәз қалпында сақтап, шаңырағының төрінде құрметпен ілеулі тұр. Сонымен қатар Әбілқас атамыздың бала пішетінде өнері болған. Бұлай енді жаңағы күмістеп етік тіккен, кебіс тіккен, сосын енді жаңағы бала пішкен, сондай өнерлері бар. Әбілқас атамыздың ұрпақтары Форт, Ақтау, Жаңөзен, Сенек, Құланды, Аққұдық ауылдарында тұрады. Әбілқас атамыздың өнерпаз ұрпақтары көп, десе де есімі тарихта қалған ұрпақтарының бірі үлкен баласы Қаржаубайдан тарайтын Істұрған атамыз. Істұрған атамыз математика саласының үздігі атанып, республикалық, облыстық марапаттарға ие болып, ұстаздық қызмет атқарған. Ел үшін жасаған ерен еңбегінің құрметіне Ақтау қаласындағы тұрған үйінің алдына арнайы ескерткіш тақта қойылған.